Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте дәмді балалық шақтың дәмі коржикті дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай әрі дәмді болып шығады. Үйдегі кішкентай балаларыңызға міндетті түрде дайындап көріңіздер. Құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жаққа кіріп қарасаңыздар болады. Ең алдымен үлкендеу ыдысымызға бір кесе айранымызды құямыз. Мендегі жарты литр айран. Енді оның үстіне бір шай қасық содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Мендегі айран кәдімгі қолдың айраны. Енді жақсылап араластырамыз. Кішкене осындай көпіріп шығады. Біздегі сода айранға қосылған кезде осылайынан көпіре бастайды. Енді оның үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Біздегі қантымыз толықтай еруі қажет. Міне араластырғаннан кейін осылайынан саусағымызбен тексеріп көреміз. Осылай кішкене созылып тұруы керек. Енді бір дана жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Және де ванильный қантты, оның үстіне разрыхителімізді қосамыз. Және де одан кейін ұнымызды екі бөліп қосып, кәдімгідей қамыр иеміз. Мендегі ұн 1 килограмм ұн. 1 килограммдай ұнымызды салып, жақсылап бірінші қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін барып қолымызбен өте жұмсақ қамыр илейміз. Егер де қолдарыңызға қамыр жабысқақ болатын болса, шамалы ұн қосып, тағы да осылайынан қамыр илесеңіздер болады. Міне біздің қамырымыз осындай өте жұмсақ болып шықты. Енді үстелдің үстіне ұнымызды көбірек сеуіп, біздің қамырымызды столдың үстіне орналастырамыз. Бізде осы тегіс жағы бет жағына қарап тұру керек. Енді оқтаудың көмегімен бір тегіс етіп жайып аламыз. Біздегі қалыңдығы 3 немесе 4 миллиметрдей болуы керек. Мінеки қамырымызды жайып алдық. Енді осындай дөңгелек формамен немесе кәдімгі гүлдің формасы, үйде қандай форма бар, сондаймен біздің қамырымызды кесіп аламыз. Енді ақырында біздің табамызға жақсылап орналастырамыз. Енді қалған қамырларымызды да дәл солайынан кесіп шығамыз. Құрметті достар, қазақ тілді контенттің, қазақ тілді осындай рецепттердің ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қоса отырып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Астындағы подписаться батырмасын басып, қасындағы қоңырауша белгіні басып кетіңіздер. Мен сіздерден қолдау күтетін боламын. Мінеки бізде осындай қалдық қамыр қалады. Оны да жақсылап илеп, жайып, коржик жасайтын боламыз. Енді бір дана жұмыртқамызды жақсылап араластырып, коржиктардың бетіне жақсылап жағып шығамыз. Келесі осындай шанышқының көмегімен біздегі коржиктің бетіне ақырындап осындай узор жүргіземіз. Міне видеода қарап отырсаңыздар, дәл осылайынан барлық коржиктің бетіне узор жүргізіп аламыз. Сол кезде піскен кезде өте әдемі болып шығады. Енді пешімізді 180 градусқа қосып, асты, үсті және де вентиляторын қосып қоямын. Себебі мен 2 табамды бір дегеннен салып пісіріп аламын. Пештеріңіз алдын ала қызып тұруы қажет, сол кезде өте әдемі болып пісіп шығады. Мінеки қыздар, мендегі коржиктарым өте әдемі болып көтеріліп келе жатыр. Беті қызарғанша пісіріп аламыз.
Мінекей достар, біздің коржиктарымыз толықтай пісіп шықты. Қарасаңыздар, енді керемет болып шыққан. Мінекей достар, біздің коржиктарымыз өте керемет болып шықты. Толықтай суытамыз, және де қалған коржиктарымызды да дәл солайынан пісіріп аламыз. Міне қарасаңыздар, өте жұмсақ, керемет болып шықты. Бұрынғы біздің мектеп кездегі коржиктарымыздан ешқандай айырмашылығы жоқ. Дәл сондай болып шықты. Менде дәл осы рецепттен 20 дана коржик шықты. Сіздер осыны пісіріп сатсаңыздар да болады. Енді қалауыңыз бойынша бетіне қант ұнтағын сеуіп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Балаларыңызға, үйдегі жақындарыңызға ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Әйгерім. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.